Кімдер үйленіп жатыр орыстың қыздарына? Ең алдымен үйленетін өз ана тілін білмейтін азаматтарымыз, қазақтарымыз. Өйткені оларға өзінің ана тілін жанын қинап үйренгенше салт дәстүрін, әдет ғұрпын, менталитетін бойына сіңірем дегенше, одан да оңай жолын тауып осы орыс ортасынан орыс тілді немесе орыс қыздарын табу әлдеқайда жеңілірек көрінеді. Және де әбден жастайынан қалыптасып қалған өздерінің ортасынан, өздерінің аурасынан, өздерінің ареалынан шыққысы келмейді. Сондықтан да осындай аралас некелерді құруға құштар болады. Екіншіден айтарым, орыс қыздары қалай дегенменде қазақ қыздарына қарағанда шамалы ашықтау, еркіндеу, әсіресе еркекпен ара қатынас құрған кезде. Егер де мысалы ер азамат өзінің некеге деген ықыласын білдірмесе, немесе тым кешіктірсе, орыс қыздары оп-оңай емін еркін өздері ұсыныс жасай береді. Некеге тұрайық, үйлі болайық дегендей. Ол жағынан олар ешқандай ерсілік көріп отырған жоқ. Олар үшін ол қарапайым нәрсе. Үшіншіден, бұл да бір экспансияның бір түрі ма деймін. Қазақ атауына қазақты кезінде толық отарлап болған жоқ. Отарлай алмады толықтай. Аштықпен де қырудың сәті түспеді. Басқа ұлттарды үйіп төгіп әкелгенмен де қазақты жоя алмады. Сондықтан да одан да жұмсақ күшке, ассимиляцияландыруға деген бағыт ұстанды кеңес үкіметі. Және бұл бағытта олар біршама жетістіктерге жетіп те қалған. 89 жылға дейін, 90 жылға дейін. Қазақтың 40-50% орыс тілді болып кетті. Ал қалалық тұрғындары, әсіресе Алматы, Қарағанды, Петропавл, Өскемен сияқты қалаларда ол көрсеткіштіктен 75-80%-ға дейін жетті. Осындайда әрі қарай жалғаса берсе, қазақ бір жылы ассимиляцияландырылатын еді. Бірақ дегенмен де біздің бағымызға орай кеңес үкіметі бір күнде күйреді. Соның арқасында қазақ тағы да аман қалды. Және төртінші және басты себеп ол қазіргі Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс. Бұл қақтығыстың Қазақстандағы аралас некеге қатысы қанша деулеріңіз мүмкін, бірақ оның тікелей қатынасы бар. Ресей бүгінгі таңда осы қақтығыста миллионға жуық әскерінен айырылды. Және бұл сарбаздары негізінен бала таптыра алатын жастағы азаматтар болатын. Миллионға жуық. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Демек, Ресейдің өзінің ішінде қазір миллионға жуық жесірлер мен тұрмысқа шықпаған қыздар бар. Олар да үйлі болғысы келеді, олар да бала сүйгісі келеді. Сондықтан да жар іздеудің амалын іздестіреді. Ал оларға кім жақын болуы мүмкін? Әрине, орыс тіліне бір табан жақын, орыс тілін жақсы меңгерген, орыс менталитетін жақсы білетін, орыс салт дәстүрлерін жақсы білетін қазақ әрине әлдеқайда ыңғайлы. Сондықтан да осы тұрғыдан алған кезде орыс қыздарына қазақ жігіттері әлдеқайда ұтымды партия болып көрінеді.